Құрметті Қазылар алқасы, көрермендер. Бүгін сіздердің алдарыңызда жаратылыстану математикалық бағыты бойынша 2026 жылғы үздік кабинет қатысушы ретінде өзімнің кабинетімді таныстыруға мүмкіндік алып отырмын. Қазіргі білім беру талаптарына сәйкес кабинетіміз заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіліп, оқу процесінде жаңа технологиялар тиімді қолданылуда. Қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Қауіпсіздік ережесіне сай бізде ең бастысы прибор астыңға қарай қарап тұру керек. Жұмыстың орындалу тәртібі: бірінші кезекте бізге 5-18 суреттің схемасын құрастыру керек болады. Екінші кезекте I1 тең 2 тең константа екенін дәлелдеу, және де U1 қосылған U2 тең U жалпы деген өрнектің дұрыстығына көз жеткізуіміз керек. Және де Ом заңы арқылы кернеуді есептеп, оны кестеге түсіру керек болады. Номер 5-ші зертханалық жұмыс: өткізгіштерді тізбектеп жалғауды зерттелу. Жұмыстың мақсаты өткізгіштерді тізбектеп қосудың заңдылықтарын тексеру. Бізге керек құрал-жабдықтар: тоқ көзі 2 амперметр, резисторлар, реостат, кілт 3 вольтметр және де өткізгіштер. Тізбектеп жалғаған кезде, қорытындылай келген кезде, бірінші амперметрде бізде тоқ күші көп, ал екінші амперметрде тоқ күші аз. Себебі кедергілері тізбектеп жалғаған кезде көбейеді де, бірақ тоқ күші азаяды. Номер 6-ші зертханалық жұмыс: өткізгіштерді параллель жалғаудың заңдылықтарын зерделеу. Жұмыстың мақсаты да солай. Бұл жерде керекті құрал-жабдықтар: вольтметр, біреу амперметр, біреу тоқ көзі, реостат, кілт және де 2 кедергі. Қорытындылай келе, осы жұмыстың барысында, яғни параллель жалғанған кезде, біз тоқ күші көбейіп, яғни кедергінің аз болатынын байқаймыз. Біздің мақсатымыз оқушылар тек білім беру ғана емес, оларды ізденімпаз зерттеуші тұлға ретінде қалыптастыру. Назарларыңызға рахмет.